Қарамыз. 18-ші тапсырма сөз есеп. Ауыл мен қаланың ара қашықтығы 45 километр. Екі велосипедші қаладан ауылға шықты. Екінші велосипедшінің жылдамдығы бірінші велосипедшінің жылдамдығынан 3 километр сағатқа кем. Бірінші велосипедші екіншіге қарағанда ауылға 30 минут ерте келді. Әрине, ол ерте келеді, бірінші велосипедші. Өйткені екінші велосипедшінің жылдамдығы біріншінікінен кем деп айтылған ғой есепте. Сол себепті бірінші велосипедші ертерек келген, өйткені екіншінің жылдамдығы одан кем. Әр велосипедшінің жылдамдығын табыңыз дейді. Бізге не белгілі? Ауыл мен қаланың ара қашықтығы. Былай сызып қояйық. Мына жер бізде қала болсын, мынау ауыл болсын. Екеуінің арасы 45 километр мына жер. С деп қояйын, ара қашықтық 45 километр. Ары қарай. Екі велосипедші қаладан ауылға шықты. Екеуі де бүйтіп қаладан ауылға шыққан. Екінші велосипедшінің жылдамдығы бірінші велосипедшінің жылдамдығынан 3 километр сағатына кем. Мынау бірінші велосипедші болсын, мынау екінші. Мынау В1 дейік, мынау В2 жылдамдығы. Екіншінің жылдамдығы біріншінің жылдамдығынан 3 километр сағатына кем. Былай жазайын. В1 мен білмеймін ғой қанша екенін. Оны мен X километр сағатына деп белгілейін. Ал В2 екінші велосипедтің жылдамдығы бірінші велосипедтің жылдамдығынан 3 километр сағатына кем дейді. Онда ол X минус 3 километр сағатына болады. Бірінші велосипедші екіншіге қарағанда ауылға 30 минут ерте келді. Енді мынау біріншінің жылдамдығы көбірек қой. Сондықтан ол ертерек келген. Ауылға 30 минутқа. Мына жерге жазып қояйыншы, мен 30 минутты біз қазір сағат түрінде жазу керекпіз. Неге десеңдер, бізде мына жерде километр сағатына деп берілген, минутына деген жоқ. Сондықтан біз ары қарай минутпен есептеп кетсек, қазір қате шығады. 30 минут деген ол жарты сағат. Жарты сағат деген кез келген нәрсенің жартысы ол 2-ден 1. Сондықтан бұл 2-ден 1 сағат болады. Немесе неге именно 2-ден 1 десек, бұны сағатқа айналдырсақ, біз білеміз 1 сағатта 30 минут, сондықтан 30-ды 60-қа бөлеміз ғой. Мына екеуі қысқарады да 2-ден 1 сағат шығады. 30-ға қысқартып тастаймыз. Так, айырмашылығы сонда 2-ден 1 сағат болып тұр. Ненің айырмашылығы? Осы велосипедшілердің 45 километр жолды жүруге жұмсаған уақыттарының. Қай велосипедшінің жүрген уақыты көбірек десек, әрине екіншінікі. Мынау Т2 көбірек болады Т1-ден. Осы жерде мұқият боламыз. Неге оның уақыты көбірек? Немесе басқаша айтқанда, ол көбірек уақыт жұмсайды осы 45 километрді жүру үшін, себебі оның жылдамдығы азырақ болды. Енді жылдамдығы азырақ болғандықтан, ол жолда уақытты көбірек болады. Жүруге, өйткені оған уақыт көбірек кетеді. Онда мен былай жазалам. Т2 азайту Т1 тең болады. Екеуін бір-бірінен азайтқанда, менде мынау разница шығу керек қой 30 минут, а ол 2-ден 1 сағатқа тең. Сонда мен қазір осы есепті шығару үшін мына өрнекті құрастыру керекпін ғой. Т2 азайту Т1 тең болады 2-ден 1 деген. Енді Т2 деген не? Так, оны мына жаққа жазайын. Т2 дегеніміз ол С2 бөлінген В2. Екінші велосипедшінің жүрген уақытын табу үшін, жолға жұмсаған уақытын табу үшін, біз оның жүрген жолын бөлеміз оның жылдамдығы. Жүрген жолы олардың екеуінікі де бірдей. Олар қаладан ауылға 45 километр жүрді. 45-ті бөлеміз В2-ге. В2 біз X минус 3 деп алдық. Дәл солай Т2-ні жазам. Ой, Т1-ді жазам. Т1 тең болады ол S1 бөлінген В1.
С1 ол 45 километр, өйткені бірінші велосипедші де қаладан ауылға барды, яғни 45 километр жүрді. Бірақ оның жылдамдығы жай ғана X болды. Енді мына өрнек бар ғой, Т2 азайту Т1 тең болады 2-ден 1. Мына жаққа жазып қойыңызшы оны қайтадан. Т2 азайту Т1 тең болады 2-ден 1. Осы Т2 мен Т1-дің орнына мына мәндерді қоям. Т2-нің орнына қоямын 45 бөлінген X минус 3 азайту Т1 деген 45 бөлінген X тең болады 2-ден 1-ге. Бұл жерде енді әрине біз ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтірмес бұрын мынаны жазып қояйық. Бізде X тең емес 3-ке болу керек қазір, және X тең емес 0-ге. Оны қайдан алып отырмын? Бөлімдерін қарап отырмын. Мына жерге 3 қойсам, бөлімі 0 болып кетеді. Мына жерге 0 қойсам, бөлімі 0 болып кетеді. А бөлімі 0 болмау керек. 3-ке тең емес, 0-ге тең емес деген нені білдіреді? Қазір бізде жауабы шыққанда мынау 3 пен 0 шықпау керек. Олар шықса, біз алып тастаймыз. 0 и так шықпайды, өйткені жылдамдық 0-ге тең болмайды. 3 километр сағатына тоже шықпайды деп ойлаймын, өйткені велосипедшінің жылдамдығы ондай болуы мүмкін емес. Так, енді мынау теңдеуге қайтадан ораламыз. Мына теңдеуге ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі x минус 3 болады. Мынаған біз береміз толықтауыш көбейткіш x, мынаған x минус 3. Сонда болады 45x минус, мына жерде 45, жақшаның ішіне мына өрнекті жазам, x азайту 3 тең болады 2-ден 1-ге. Сонда 45x минус 45x жақшаны ашып жатырмын. Жақшаның алдында минус болғандықтан ішіндегі таңба өзгереді. Плюс 45-ті 3-ке көбейтемін, 135 бөлінген x минус 3 тең болады 2-ден 1. Сонда мына екеуі жойылады, қалады 135. Мынаны бөлімін жақшаны ашып жүрейін сразу. X-ті X-ке көбейтем, X квадрат, минус X-ті минус 3-ке көбейтем, минус 3X тең болады 2-ден 1-ге. Енді пропорцияның негізгі қасиеті бойынша бүйтіп қиғашынан бір-біріне көбейте саламыз. X квадрат азайту 3X-ті 1-ге көбейтем, өзі шығады. Демек, X квадрат минус 3X тең болады 135-ті 2-ге көбейтем, 270 болады. Квадрат теңдеу шығып жатыр. X квадрат азайту 3x минус 270. Өйткені 270-ті біз көшіріп әкелдік оң жақтан сол жаққа. Тең болады 0. Енді осы жерде біз x-терді табу керекпіз. Бұл жерде дискриминантпен де табуға болады. Енді дискриминантпен табайын, мен Вейт теоремасын мынаған қолдану қиын, түсінбей қаласыңдар. Дискриминантты тең болады b квадрат, яғни 3-тің квадраты 9, минус 4 атсы минус 4a деген 1-ге тең бұл жерде. Көбейту 1, көбейту минус 272 минус плюсті береді. 270-ті 4-ке көбейтіп, оған 9-ды қосатын болсақ, 1089 болады. 1089 деген ол 33-тің квадраты. Сондықтан x1 тең болады минус b, яғни минус 3-тің таңбасын өзгертіп аламыз. 3 плюс түбір асты 1089, яғни 33 жаңағын айттық. Оны бөлеміз 2a-ға. 2 көбейту a біздің жағдайымызда 1-ге тең. Сонда 36 бөлінген 2 тең болады 18. x2 3 азайту 33 бөлінген 2. 3 азайту 33 минус 30 болады. Минус 30-ды 2-ке бөлеміз. Бізде минус 15 шығады. X деп біз нені алып едік? Біз бірінші велосипедшінің жылдамдығын алдық. Енді жылдамдық минус 15 бола алмайды. Өйткені жылдамдық ешқашан теріс санмен өлшенбейді. Сондықтан біз түсінеміз, бірінші велосипедшінің жылдамдығы, яғни V1, ол тек 18 болады мына жағдайда. 18 километр сағатына. Және де бізге мына есептің сұрағында әр велосипедшінің жылдамдығын тап. Біріншінікін ғана тап демеген ғой, екіншінікін де біз значит табу керекпіз. Өйткені әр қайсыныкін тап деген. V2 тең, ол x азайту 3.
А х 18-ге тең болды. Значит, 18 азайту 3. Ол болады 15 километр сағатына. Болды, жауабын жазамыз. Жауабы бізде болады 18 километр сағатына және 15 километр сағатына. 19-шы тапсырма. Альфа және бетта бұрыштары бірінші ширекке тиісті. Және синус альфа 13-тен 5, косинус бетта 5-тен 3 екені белгілі болса, онда 13 косинус альфа плюс беттаның өрнегін мәнін табыңыз. 13 косинус альфа плюс беттаның мәнін тап дейді, мынау неге тең екенін. Так, бұны табу үшін бізге бірінші мына косинус альфа плюс бетта нешеге тең екенін тауып алу керек қой, сосын оның мәнін біз 13-ке көбейте саламыз. Формула бойынша бұл тең косинус альфа косинус бетта минус синус альфа синус бетта. Так, енді біздің есепте не бар? Косинус альфа бар ма мына жерде? Косинус альфа жоқ бізде. Астын сызып қояйын, мынау керек болады ма? Косинус бетта бар, міне тұр. Косинус беттаның мәні. Так, синус альфа бар ма? Бар, міне тұр. Синус бетта бар ма? Берілгенде жоқ. Сонда мен асты сызып қойған косинус альфа мен синус беттаны қазір өзім тауып алу керекпін. Осы екі функцияны табу үшін маған мына мәлімет қажет. Енді ол жайдан жай берілген жоқ қой бізге. Соларды қолданып мына екеуінің мәнін табам. Мына екеуінікі белгілі, міне орнына қоямын да косинус альфа плюс беттаны табам. Сосын шыққанын 13-ке көбейте саламын. Өйткені берілгені бойынша бізде 13 тұр алдында. Так, оны қалай табамыз? Косинус альфа. Мына формуланы білеміз ғой бәріміз. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа. Мынандай. Орнымен ауыстырып та жаза беруге болады. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді ғой. Тең бірге. Осыдан косинус квадрат альфаны табатын болсам, ол тең 1 азайту синус квадрат альфа. Ал маған керегі квадраты қажет емес. Маған косинус альфа ғана керек. Тең квадраттан құтылу үшін мынаны түбірін астына алам. 1 азайтылған синус квадрат альфа. Осының квадраты квадраттасам қазір менде косинус квадрат альфа шығады, мысалы. Және минус, мына жерде плюс минус деп тұрады алдында. Өйткені мынаның квадраттағанда плюсында квадраттасаң косинус квадрат альфа шығады, минусында квадраттасаң косинус квадрат альфа шығады. Енді біз қайсын аламыз? Плюспен ба, минуспен ба? Оны түсініп алу үшін мынаған көңіл бөлеміз. Альфа және бетта бұрыштар бірінші ширекте дейді. Косинус альфаны іздеп жатырмын. Мына жерге сызайын. Косинустың таңбалары плюс, минус, минус, плюс. Бірінші ширекте оның таңбасы плюс. Сондықтан менің қазір есептеу кезінде қолданатыным плюс пен минусты қарастырмаймын. Себебі мен білем, бірінші ширекте орналасқандықтан ол плюс пен шығады. Сондықтан 1 азайту синус квадрат альфа деп есептей беремін. Орнына қоямын мәнін. 1 азайту, так, синус альфа бар ғой менде 13-тен 5, амында оның квадраты, яғни 13-тен 5-тің квадраты былай. Түбірдің астында. Тең болады. Мұнда жалғастырып жейін. Түбірдің астында 1 азайту 169-дан 25. Тең болады. Түбірдің астында 169-дан, мынаған 169 береміз. 1 көбейту 169, 169, одан 25 азайтамыз 144. 169-дан 144, ол 13-тен 12. Косинус альфаны таптық. Мына жерге астына жазып қойыңызшы. Косинус альфа тең болды 13-тен 12-ге. Не, косинус альфаны таптық. Енді менің іздейтінім келесі синус бетта. Синус беттаны да дәл осы форманы қолданып барып іздеймін. Синус квадрат бетта қосу
косинус квадрат бетта тең болады 1-ге. Осыдан синус квадрат беттаны іздейтін болсақ, ол әрине 1 азайтылған косинус квадрат бетта болады. Енді маған керегі міне синус бетта, мына квадраты керек емес. Синус бетта тең, мынаның түбірдің астына аламын. 1 азайту косинус квадрат бетта. Тағы да мына жерде алдында плюс минус тұрады. Бізге айтқан бетта бұрышы да бірінші ширекте орналасқан. Менің қарап атқаным синус. Синустың таңбаларын қараймыз. Синустың таңбалары бірінші ширекте плюс, екіншіде плюс, үшіншіде және төртіншіде минус. Көріп тұрмыз, бірінші ширекте плюс. Сондықтан минусын алмаймыз біз. Синус бетта онда тең жай ғана түбірдің астында 1 азайтылған косинус квадрат бетта. Так, енді орнына мәнін қойып жіберейік осы жерде. Тең 1 азайту косинус бетта міне тұр ғой. 5-тен 3, амаған оның квадратын жазу керек. 5-тен 3-тің квадраты. Осының барлығы түбірдің астында. Тең 1 азайту 25-тен 9 болады. Түбірдің астында тең ортақ бөлім 25. Мынаған 25 береміз. 1 көбейту 25, 25, 25 азайту 9, 16. Ол түбірдің астында. Түбірден шыққанда 5-тен 4 болып шығады. Сонда синус беттам, мына жерге бөлек жазып қояйын. Синус беттам тең болды 5-тен 4-ке. Маған керек мәндер мынау және мынау. Мана басында жазған мына өрнекті есептеймін. Сонда косинус жазам. Альфа плюс бетта тең болады. Косинус альфа. Косинус альфа жаңаны таптым. 13-тен 12-ге тең. 13-тен 12. Арғарай көбейту косинус бетта. Көбейту косинус бетта міне тұр. Берілгені бойынша ол 5-тен 3. Арғарай минус формула бойынша синус альфа. Синус альфа берілген ғой міне 13-тен 5. Көбейтілген синус бетта. Синус беттан міне таптық қой. Міне тұр ғой синус бетта. 5-тен 4. Тең болады. Так, мына жерде қысқаратындар жоқ. Мұнда 5-тер қысқар кетеді. 5-тер қысқарады. Қысқартпауға да болатын еді. Қысқартпай қойыншы, сонда мұнда ортақ бөлімге кетті қазір. Қысқартпайын. Сонда мұнда 65-тен 36 минус мұнда да 65-тен шығады. 65-тен 20. Өйткені бәрібір сосын қысқартқаннан кейін азайтқан кезде тағы да ортақ бөлімге келтірем 65-ке. Сондықтан өзіме артық жұмыс жасамай, мына жерде қысқартпаймыз. Мына жерде де 5 қалады, мына жерде 5 қалады. Сонда шығады 65-тен 36 азайту 20 бізде болады 16. 65-тен 16 шықты. Так, біз бұл тапқанымыз косинус жақшаның ішінде альфа плюс бетта. Берілгені бойынша ол еще 13-ке көбейтіліп тұр. Сондықтан жауабын табу үшін мен шыққан мәнді көбейтемін 13-ке. Өйткені менің іздеп отырған мынандай өрнек қой. 13 көбейтілген косинус, косинус жақшаның ішінде альфа плюс бетта. Косинус альфа плюс беттан таптым ғой мен 65-тен 16. Орнына қоямын, значит, 13 көбейтілген 65-тен 16. 13 пен 65 қысқарады. Мұнда 5 қалады. Сонда 5-тен 16.